Мен Шығыс Қазақстан облысы білім басқармасы Зайсан ауданы бойынша білім бөлімінің Михаил Васильевич Ломоносов атындағы орта мектептің коммуналдық мемлекеттік мекемесінің 10-шы А сынып оқушысы Бақбергенова Айзада. Менің отаныма, менің бастамам атты шығармашылық жобалар байқауында менің ашық университеттерім номинациясы. Жоба тақырыбы «Мектеп парламенті және ақпараттық кеңістік» атты тақырыпта өз жобамды қорғаймын. Жоба жетекшім Мағапянова Кәмшат. Жобамның мақсаты белсенді балалар мен жастардың табысты әлеуметтенуі және өзін-өзі тиімді жүзеге асыру үшін жағдай жасау. Сондай-ақ туындайтын мәселелерді білім алушылардың өз бетінше шешуіне мүмкіндік беру. Білім алушылардың білім беру ұйымында оқу және тәрбие үдерісі аясында өткізілетін іс-шараларға қатысуына көмек көрсету. Сондай-ақ басқа білім алушылардың өзін-өзі басқару ұйымының қызметі және өткізілген іс-шаралар туралы әлеуметтік желілер арқылы хабардар ету. Жобамның міндеті: жобаны қорғау барысында іскерлік, еңбексүйгіштік, ізденімпаздық, қиял, тапқырлық қасиеттерін дамыту, оқушылардағы мектеп парламентіне өзін-өзі басқару ұйымының жұмыстарына қызығушылықтарын, белсенділіктерін арттыру мақсатында жасалған жұмыстармен әлеуметтік желілерде бөлісіп отыру, оқушылар мен жасөспірімдердің адамгершілік қасиеттерін, мейірімділік пен жанашырлық сезімдерін қалыптастыру, балалар мен жасөспірімдер түрлі волонтерлік жұмыстарға тарту. Жобаның өзектілігі: 21-ші ғасырда техниканың дамыған, ақпараттандырылған, әлеуметтік жағдай жасалған дәуір болып келеді. Мектеп кеме, білім теңіз. Ұстаз берген білім қорда, адаспаймыз ұлы жолда. Біздің өмірге деген алғашқы қадамдарымыз мектептен басталады. Біздің қоғамда бәсекеге қабілетті, шығармашыл, өз құқығымызды білетін, өз еліміздің саналы патриоты болатын және салауатты өмір салтын ұстанатын азаматы болуға мектеп парламентінің тигізер пайдасы зор. Дәл қазіргі уақытта мектеп парламенті мен ақпараттық кеңістік адам мен табиғат секілді тығыз байланысты. Ақпараттық кеңістік дегеніміз не? Ақпараттық кеңістік ақпаратты туындайтын, орын ауыстыратын және қолданылатын кеңістік. Ақпараттық кеңістікте ғасырымыздың жаңашылдығы болып табылады. Интернет желілері, Instagram, Facebook, WhatsApp, YouTube барлығы да ақпараттық кеңістік мүшелерге жатады. Олай болса, мектеп парламентінің қалай құрылғанын және оның қандай фракциялар бойынша жұмыс істейтінін қарастырып өтейін. Бұл мектеп парақшасы біздің ақпараттық кеңістіктің басты көрінісі болып табылады. 2021 жылы қыркүйек айының 30-шы жұлдызында мектебімізде жарқын болашақ өзін-өзі басқару ұйымы құрылып, мектеп президенті сайланып, әр фракция алынған бойынша жұмыс жасайтын белсенді оқушылар іріктеліп алынған болатын. Біз сапалы білім алумен қатар бойымыздағы шығармашылық қабілетімізді дамытып, шыңдап жүрміз. Мектебімізде мектеп парламенті өзін-өзі басқару, дебат қозғалысы, оқуға құштар мектеп жобасы, шебер қолдар, шахмат үйірмелері жасалып отырылды. Мектебімізде оқушылар өзін-өзі басқару ұйымы белсенді түрде жұмыс істеп жатыр. Әр фракцияның атқаратын өз қызметі, міндеті бар. Тұлға дебат клубында дебат ойындарының қыр-сырын меңгере отырып, оқушыларымыз өзіндік ой-пікірлерін ашық айта алады. Бұл клубта да ақпараттық кеңістікте белсенді болып келеді. Одан бөлек өзін-өзі басқару ұйымы аясында түрлі қайырымдылық акциялары, дөңгелек үстелдер, семинарлар мен жиналыстар өткізілуде. Қайырымдылық жасасаң, қайырымың өзің көресің дейді қазақ халқы. Қайырымдылық адам бойындағы ерекше қасиет болып саналады. Қайырымдылық ізгіліктің, адамға деген таза ниеттің, адамгершілік қарым-қатынасын көрсететін адамдардың бір-біріне деген сүйіспеншілік көмегі. Қамқорлық фракциясының еріктілері де ерінбей жақсылық жасаудан, көмек көрсетуден еш аянбаған. Ұйым белсенділері жалғыз басты қарттар мен әлеуметтік осал топтағы көмектерге мұқтаж жандармен тығыз байланыс жасауда. Білім ордасының қабырғасында болып жатқан әр жағдай, әр іс-шара барлығы да дерлік өзін-өзі басқару ұйым мүшелері қатысуымен өтеді десек те болады. Бұл оқушылар үшін таптырмас тәжірибе мен жаңашылдық болып саналады.
Жобадан күтілетін нәтиже өзін басқару ұйымының жұмыс нәтижелерін көру арқылы оқушылардың бойындағы көшбасшылық қасиеттерді дамыған, өздеріне деген сенімділікті арттырып қана қоймай, оқушы мен мектеп арасындағы қарым-қатынасты нығайтып, мектеп дамуына өз үлестерін қосады деп үміттенеміз. Болашаққа идея өте көп. Соның ішінде менің қалдырарым ақпараттық кеңістікті ұғымды әрі тиімді пайдалану, жаңашылдыққа жаңғыруды алып келеді. Мектеп ішіндегі белсенді болып, онымен интернет желілерінде бөлісуде ұмыт қалдырмаңыздар. Қазіргі жастар ұрпақ ақпараттық кеңістік арқылы жан-жақты даму үстінде болып келеді. Назарларыңызға рахмет.